Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Достар, игра в кальмаре ойынын кім көрді? Бізде бірінші часть түсірген болатынбыз. Енді екінші часть тағы да түсіргім келіп тұр. Осындай карточка дайындап қойдым. Киносында бар ғой осындай карточка. Дұрыс ұстап тұрмын ба? Достар, енді мен қазір осыны қыздарға тастап кетем. Сөйтіп қыздар бұны алып қараған кезде оларды ойын алаңына, яғни залға алып кетсем. Бүгін менің көмекшім Алихан, біздің бүгінгі кукла өлең айтатын Алихан болады. Алихан, айта аласың ғой, е? Кола, коди, мина, Осындай енді біздікі. Осындай ше, дұрыс па, дұрыс емес па? Білмеймін. Ал кеттік достар, қыздарға апарып береміз. Біздің заданиямыз дайын Алихан екеуміз. Науни? Науни? Науни, ну? Домалақ ашпыш түтпіш. Мына карточка жаңа менде пайда болды. Менде келіпті? Қаяқтамыз біз? Домалақ ашпыш түтпіш. Не? Достар, біз ойынға қатысатын ойыншыларды алып келдік. Құрметті АА6 және АА9 цифрлы ойынға қош келдіңіздер. Бізде игра в кальмаре ойында екінші часть. Біздің Алихан екеуміздің тапсырмаларымыз дайын. Және ұтыс тағда 50.000 теңге. Бұл жолы кім ұтады екен көреміз. Аяна тағы да ататын болса, Аянада уже 100.000 теңге болады. Достар, алдыңғысында Аяна ұтқан 50.000 теңгені. Анеля бұл жолы намысқа тырысып көр. Жарай ма? Ал біздің бірінші турымыз басталды. Достар, міне біздің ұтыс. Мына жерге Анеля және Аяна деп жазып қойдым. Бізде бірінші турда осы фломастерлер қажет болады. Қыздар, дайынсыңдар ма? Бізде өлеңді айтатын қуыршақ Алихан. Алихан, дайынсың ба? Дайынсың ба? Алихан дайын екен. Ал бізде бірінші турда достар, біз қыздарға жарыстырып фломастер жинататын боламыз. Өлеңді Алихан айтады. Алихан өлең айтып артқа қарайған кезде сендер тоқтап қаласыңдар. Жарай ма? Нешеді өлең айтады? Қазір көреміз ойын барысында. Аннаны әр жерге шашып тастаймыз. Достар, біздің өлең айтатын кукламыз дайын. И бізде мына жақта фломастерлер шашып тастадық осылайнан. Қыздар соны өздерінің ыдыстарына жинау керек. Кім көп фломастер жинайды, солған бір ұпай жазатын боламыз. Енді нәште фломастер аздау сияқты, сендер тесте жинап тастайды шығарсыңдар. Сол үшін көбірек фломастерді шашып тастайын әр жерге. Өйткені қазір Алихан 1 сағат өлең айтам дегенше екі қыз шуылдатып жинап тастайды ғой. Әлі емес. Алихан, дайынсың ба? Иә. Давай, бірінші көрейік қалай шығатынын. 1, 2, 3. Кола, коди, мина, Молодец, Алихан. Ал кеттік достар, жүгіріп қыздарға барып көрейік. Қанша жинап жатыр екен. Не, осылайнан қозғалмады. Егер біреу қозғалып қойса, білесіздер, ойыннан шығады. Қазір 3 рет па, 4 рет па айтайық, содан кейін санайтын боламыз. Ал давай, кеттік. 1, 2, 3. Кола, коди, мина, Ой, Алихан, молодец. Жүгір көрейік. Так, міне жиналатыр. Анеляның қолындағы фломастерлер деген түсіп қалды, бірақ өзі қатып қалды. Ой, аяғы деген ыңғайсыздыр. Ауырып кеттім аяғың. Давай. Сендер асықпасаңдар, Алихан өлең айтқан кезде ғана не қылсаңдар. Давай, Алихан, кеттік, айт өлеңді. Кола, коди, мина, Давай, енді соңғы рет бір рет айт, болды. Кеттік. Алихан, айт. Кола, коди, мина, Міне, па. Қазақшасы. Міне, па. Так, достар. Так, қолыңдағын Аяна ұстамайсың, тастай саласың. Анеля, сен қолыңда жоқ па?
Давайте, қолыңдағы таста. Енді тұрамыз. Қолдарындағы фломастерді санаймыз. Давай, мына жерге әкеліңдер. Өзім санаймын. Ана фломастерді алып тастаңдар. Қолым қайырып кетті. Не істедің? Абайла. Ал. Около очи деген бала. Санайық, неше болады екен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тұратыш біреу, Әкеш мен санайын. Достар, Аянада 21 фломастер болды. Анейляныкін санап отырмыз. Қалай екеуімдікі бірдей болды? Достар, екеуі де 21, точно 21 бана жерде. Ровно, достар, 21 де 21, қалай екеуі бірдей ғып. Бір ұпайдан жазам ғой? Өйткені екеуімдікі бірдей болды ғой. Бір ұпай кеттік екінші турға өте. Бәнсіңдер ма? Достар, бізде екінші турда қараңыздар, бізде осындай ыдыс бар. Бұның ішінде осындай майда моншақтар бар. Қазір Алихан екі қолына моншақтар жасырып қояды. Мына жақта қанша моншақ саны, мына жақта қанша моншақ бар санын табуларын керек. Бірінші Анеля, екінші Аяна. Егер дұрыс тапсаңдар, бір ұпайдан жазылады, яғни 2 ұпай жазылады. Егер дұрыс таппасаңдар, ұпай жазылмайды. Бұл вообще андай қиын ғой. Белгісіз қанша моншақ ұстайтынын. Өзі ұстайды қазір қолына. Сендер қарамай тұрасыңдар. 21-нан қолына сәт деп ойлайсың ба? Білмеймін, енді өздерің көресіңдер. Ал кеттік, екеуің ары қарап тұрыңдар. Алихан 2 қолыңа моншақтар ала қой. Мән ішінен моншақ ала қой. Так, достар, қараңыздар. Алихан екеуіміз қолына моншақ салып қойдық. 2 қолында 2 түрлі сан, 2 түрлі моншақ. Біреуінде көп, біреуінде аз. Анеля, сен бірінші бастайсың, кел бізге қарап, жақындап отыр. Аяна, сен көмектеспейсің. Ал, бірінші қай қолынан табуым керек. Алихан, сен ашпа. Өзің білесің. Қанша деп ойлайсың. Өзіңнің миыңа, жүрегіңе сен. 8 деп ойлаймын. Қайсы 8? Бұл қолда бір моншақ. Саған ұпай жазбаймыз. Бірінші моншақты Анеля бірінші қолда моншақ таппады. Точно ма? Ойлан. Соңғы жауабың ба? Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтып жатыр ма Анеля? Болды ма? Аша берейік па, ашпайық па? Ашамыз. Бұда 4 моншақ. Енді ондай болмайды ғой? Енді көрдің ба? Шамал ойлан деп айттым саған. Окей, болды. Аяна, тез қара, біз қазір бұны өзгертіп қоямыз. Біз тағы да моншақты ауыстырып қойдық. Келе ғой. Аяна, кел. Анеля, сен яқы өтсе бізге көрінбей өтсін. Бірақ сен үш нәрсе айтпайсың. Мына қолда қанша моншақ бар деп ойлайсың. Кеттік. Ашып қойды қазір, қайттан өзгертіп қойды. Достар, келесі бізде Аякош. Ашпаймыз, Алихан. Қанша деп ойлайсың? 5. Точно. Соңғы жауабың ба, әлде өзгертесің ба? Өзгертім. Өзгерт. Ашпа. Тыныш отыр, ашпа қолымда. 3. Соңғы әр нақты жауабың ба? 5 па, 3 па сумен, әлде өзгертесің ба? 3 па? Точно. Ал давай көрейік, достар, қанша қолыңда аш, на қолыңда аш. Қанша? 2 түсіп кетті, сонда бізде 6 тағы біреу меқта. Міне. Достар, бізде 6 болған. Аяна 3 деп айтты. Ұпай жазылмайды. Келесі қолда нанты ашпа, Алихан. Қанша деп ойлайсың? Давай, ойлан. Қанша деп ойлайсың? Бұл просто сәттілік ойын ғой. Сәтің түссе, дұрыс болып қалуы мүмкін. Точно нақты жауабың ба, әлде ойланасың ба? Айтшы, қандай жауап? Қандай деп ойлайсың? Достар, сіздер қандай ойлайсыздар? Мен айтпаймын оны қандай әртен. Крутой ғой, ә? Қандай әртен басталады. Давай, тез. 1, 2, 3 болды. 7-ні қабылдаймыз. Ал, ашамыз. Неше екен? 2. Достар, бұл қыздарға қиын түсті. 2-не де ұпай жазылмайды. Жоқ, келесі турға өтеміз. Шариктеріңді алып алыңдар. Келесі ойын, достар, бізде осындай шарикті жоғарға ұшырып, барлықтарыңыз білесіздер ғой. Шарикті жерге тигізіп алмай киіну керек. Бізде тек қана юбка, жемпір және қалпақ. Көп киім қойған жоқпыз. Аянада да дәл сондай. Сонымен екеуі жарысады. Екеуіңде әлі бір ұпайдан. Давайте, жеңуге тырысыңдар.
Тыныш тұрамыз бірінші. Дайынсыңдар ма? Өздерің білесіңдер, неден бастайсыңдар? Қалпақ па, юбка, жемпірден бастайсыңдар ма? Өздерің білесіңдер. Ал олай болса ойынды бастаймыз. 1, 2, 3. Шарик жерге тигізіп алма, тиіп кетпеу керек. Жерге түспеу керек. Достар. Аяна, сен жеңілдің. Анеляға бір ұпай жазамыз қазір. Аянаға түсіп кете жазады, бірақ түскен жоқ. Анеля бір ұпай деп қоям қазір. Өйткені Аякоштікі бірле түсіп кетті. Так, киім түсе беру керек. Аянаға қиын болып жатыр. Түймесін тағу керек па? Түймесін тақпай қойсаң болады, просто киінсең болды. Аякош, лақтыр, Аякош. Анеля болды, достар. Айкөш, сен жеңіліп қалды. Айкөш, бұл естей ма бізді жеңіліп қалды екен? Естімей ма? Қойсай. Жоқ, тақаса келеміз. Үшім, достар, Анеляға бір ұпай жазам. А9-ға бір ұпай жазам. Аякош жеңіліп қалды, жерге түсіп қалды, жана ол ұпайдың да жазбай қой. Бірден саған бір ұпай деп жаза салайын да, сен жеңдің. Бір ұпай жеңгені үшін, достар, Анеляға бір ұпайы жерге тигізбей киген үшін. Үш ұпай ғой. Дұрыс қой, енді сен жеңілдің ғой, кімнен көресің, өзіңнен көрсең. Достар, бізде келесі турда қыздар осылай жерде қолды қолданбай, аяқтың көмегімен жорғалап, осындай тұрған конфеттерді тістеп, мына бетке өткізу керек. Жай ғана аузымен тістейді, былай ғана жылыштады. Жорғалайды, екінші конфетті былай қарай жылыштады. Сонымен кім бірінші келеді, соған әрине ұпай жазылады. Ал қыздар, дайынсыңдар ма? Шамал қиындау болады деп ойлаймын. Тоқта. Асықпаңдар. Ал 1, 2, 3 кеттік. Анеля, не істедің? Қолданған жоқпын қолды. Бір ұпай Аянаға жазам, жаңа сен сияқты. Сен қолыңды қолданып қалдың. Қолданған жоқпын деймін, әшін бұлай көтердім. Достар, қалай болады, жазыңыздар, жазам ба, жазбайым ба ұпай. Аяна да бір қолын байқамай алдына қойып қойды, жарайды, жазбайым, екеуің бірде бір болдыңдар. Қолды қолданбаймыз, қыздар. Давайте. Достар, бұл деген өте қиын. Адам деген қолын қойған қозғалмай, аяқпен. Достар, Аякош деген бірінші келатып, екінші өп кеткенің не? Аяна, бірінші келе жатыр ең. Анеля екінші келатыр еді, бірақ бірінші озып кетті. Міне,інің сені біліп. Так, достар, өздеріңіз примерно біліп тұрсыздар, кім жеңген, кім жеңбегенін. Кеттік, мен Анеляға бір ұпай жазайын, содан кейін көреміз. Шоколадты жинап ал. А9, сен қағазды жырттың. Лазерім қайда? Достар, Анеляға бір ұпай жазамын. Келесі тур болмай қойсын. Анеля бізде 1-4 есебімен жеңіске жетті. Ура! Анеля, сені құттықтаймын, сен жеңісің. Мама пакетпенші. Оны келесі видеода жасаймыз. Достар, бүгінгі игра в кальмара ойынында жеңіске Анеля жетіп, сөйтіп 50 000 теңге ұтып алды. Саған бөлмеден шығуға болады. Ал Аякош, сен бүгін жеңіліп қалдың, сол үшін біз сені 006 пух деп атып тастадық.